Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен мойынның терең бұлшықеттерінің анатомиясын талдаймыз. Оларды біз екіге бөліп қарастырамыз, яғни латеральды топ, сонымен қатар медиальды топ бұлшықеттері. Латеральды мойынның терең бұлшықеттеріне сатылы бұлшықеттерді жатқызамыз. Ең бірінші бұлшықет алдыңғы сатылы бұлшықет мускулус скалениус антериор болып табылады. Ол бізде 3-ші және 4-ші мойын омыртқаларының көлденең өсіндісінің алдыңғы төмпешігінен басталады да төмен қарай бағытталып, бірінші қабырғаның жоғарғы бетінде орналасқан сатылы бұлшықеттің төмпешігіне барып бекиді. Қызметі омыртқа бағанасын тік ұстаған кезде бірінші қабырғаны жоғары қарай көтеріп, терең тыныс алуға көмектеседі. Ал кеуде торын бекемдеп ұстаған кезде, бір жақты жиылған кезде мойын омыртқаларын жиылған жағына қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет ортаңғы сатылы бұлшықет мускулус скалениус медиус болып табылады. Бұл бұлшықет жоғарыда орналасқан 5-6 мойын омыртқаларының қабырғалық өсінділерінің төмпешігінен басталып, төмен қарай бағытталады және мұнда бұғанастылық артерия жүлгесі бар, бірінші қабырғада, сол жүлгеден артқы қапталына барып орналасады. Және бұл бұлшықеттің қызметі кеуде торын мықтап ұстаған жағдайда мойын омыртқаларын алға қарай бүгеді, ал мойын бөлігін тік ұстаған жағдайда бірінші қабырғаны жоғары қарай көтереді. Келесі бұлшықет артқы сатылы бұлшықет мускулус скалениус постериор болып табылады. Бұл бұлшықет 5-6 мойын омыртқаларының қабырғалық өсінділерінен басталады және ортаңғы сатылы бұлшықетті жанап төмен қарай бағытталады да екінші қабырғаның сыртқы бетінде сатылық бұлшықеттің бұдырына барып бекиді және бұл бұлшықеттің қызметі омыртқа бағанасын тік ұстаған кезде екінші қабырғаны көтереді, кеуде қуысын кеңейтуге қатысады. Ал екі жақтық бөлігі бірдей жиылған кезде, екі жағынан бірдей жиылған кезде мойын омыртқаларын алдыға қарай тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет ең ұсақ сатылы бұлшықет деп аталады. Мускулус скалениус антериор алдыңғы сатылы бұлшықеттің астында орналасады. Ең ұсақ сатылы бұлшықет мускулус скалениус минимус деп аталады. Тұрақсыз болып келеді және ол бізде 3-ші мойын омыртқасының көлденең өсіндісінен басталып, бірінші қабырғада аяқталады және қызметі омыртқа бағанасын тік ұстаған кезде бірінші қабырғаны және плевра қапшығының күмбезін көтеруге қатысады. Келесі бізде мойынның медиальды топ бұлшықеттері. Бұларға біз бірінші мойынның ұзын бұлшықеті мускулус лонгус коллиді жатқызамыз. Өте бұлшықет талшықтары көп екенін көріп тұрмыз. Ол бізде 3-4 кеуде омыртқаларының 3-4 кеуде омыртқаларынан басталып, ауыз омыртқасына дейінгі аралықты алып жатады. Және бұлшықет талшықтарының орналасуына байланысты бірнеше бөлігін ажыратамыз. Ол бізде бірінші медиальды вертикальды бөлігі 5-ші мойын омыртқасынан 3-ші кеуде омыртқа аралығында орналасады. Және сол жерден басталып, жоғары қарай бағытталып, ауыз омыртқасының алдыңғы төмпешігі туберкулум антериор атлантистен аяқталады. Келесі жоғарғы қиғаш бөлігі болып табылады. Ол 2-5 мойын омыртқаларының қабырғалық өсінділерінен басталып, жоғары қарай бағытталады да 2-ші мойын омыртқасының алдыңғы төмпешігінен аяқталады. Және төменгі қиғаш бөлігі болады. Ол бізде төменгі 3 мойын омыртқаларының қабырғалық өсінділеріне аяқталады. Яғни басталатын жері жоғарғы 3 кеуде омыртқасы, аяқталатын жері төменгі 3 мойын омыртқаларынан аяқталады. Бұл бұлшықеттің қызметі омыртқа бағанасын жиылған кезде мойын бөлігін алға қарай немесе бір жақты жиылатын болса бүйір бағытта тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет ол бізде бастың ұзын бұлшықеті мускулус лонгус капитис деп аталатын бұлшықет. Ол бізде 3-4 мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінен басталады. Жоғары қарай бағытталып, шүйде сүйегінің денесінде жұтқыншақ төмпешігі болады. Сол жерге барып бекиді. Қызметі бас пен мойын омыртқаларын бүгу қызметін атқарады. Келесі бұлшықет ол бізде бастың тік
алдыңғы және латеральды бұлшықеттері деп аталатын екі бұлшықет бар. Бастың алдыңғы тік бұлшықеті мускулус ректус капитис anterior ауыз омыртқасының алдыңғы доғасынан, яғни бірінші омыртқаның алдыңғы доғасынан басталып, жоғарғы бағытта шүйде сүйегінің денесінде аяқталады. Бас пен мойынды алға қарай ию қызметін атқарады. Ал мускулус ректус капитис латералис, яғни бастың латеральды тік бұлшықеті бізде ауыз омыртқасының көлденең өсіндісінен басталады және жоғарғы бағытта шүйде сүйегінің латеральды бөлігіне барып бекиді. Басты бір жақты иген кезде бүйір қапталға қарай ию қызметін атқарады.